достар, қалай 2 аптаның ішінде таңғы сағат 6-да оңай тұруға болады. Ол үшін сіз өзіңіздің нешеде тұратын уақытыңызды біліп алуыңыз қажет. Мысалы ретінде мен өзімді алайын. Мен таңғы сағат 8-де тұрамын, түнгі сағат 12-де жатамын. Мінекей, өзімнің нешеде тұратын уақытымды білдім. Енді сіз өзіңіздің нешеде тұратын уақытыңыздан 15 минут алып тастайсыз. Яғни 8-ден 15 минут алып тастаймын. 7:45. Мен 7:45-ке бөлдіріп қоямын. Осылай 3 күн 7:45-те тұрамын. Өзіңіздің жататын уақытыңыздан да 15 минут алып тастауға да болады, алып тастамауға да болады. Өзіңіздің ыңғайыңызға қарай. Осылай сіз 7:45-те 3 күн тұрасыз, одан кейін қайтадан 15 минут алып тастайсыз. 3:30-да тұрасыз, 3 күн, 7:15-те 3 күн тұрасыз, 7-де 3 күн тұрасыз. Осылай сіз қалаған уақытыңызға дейін асықпай жетіп отырасыз. Бұның басқа тәсілдерден қарағанда ерекшелігі қандай? Бұның жақсы жері, мысалы сіз егер мотивациялық роликтерді көріп 5 немесе 5:30 будильник қоятын болсаңыз, сіз міндетті түрде тұра алмайсыз. Себебі сіз 9-да 10-да тұрып үйреніп қалғансыз. Соның кесірінен таңертең 5-те тұру аса қиындық тудырады және де төсекте жата берген ыңғайлы және де жылы. Соның кесірінен сіз тұра алмайсыз. Осылай асықпай 15 минут алып тастаған нәтижеден сіздің миыңызға қатты тақырып түспейді және де сіз өзіңіздің қалаған уақытыңызға дейін осылай асықпай жетіп отыра аласыз. Мінекей, таңертең тұрудың аса қатты қиындығы жоқ. Қазір біздің каналымызда 29 подписчик, жаңа жылға дейін мақсат қойдым 200 подписчикке жету. Егер де сіздерге қиын болмаса, каналға жазылып лайк басып қойсаңыздар, егер де жаңа жылға дейін 200 подписчик жинайтын болсақ, онда мен контенттің өсуіне оборудование камералар алатын боламын. Ендеше келесі видеода көріскенше.